Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге сүзбеден жасалған рогаликиді үйретемін. Ол үшін бізге 250 грамм сүзбе, 50 грамм қант, 90 грамм май және қант қопсытқышы және қопсытқыш керек. Майымызды ертіп, осылай дәл видеодағыдай 50 грамм қантымыз салып, 250 грамм сүзбеміз салып, жақсылап араластырамыз. Бәрін жақсылап араластырып болғаннан кейін 180 болмаса 200 грамм ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін қопсытқыштарымызды саламыз. Бір қасық қопсытқыш және ванильный сахар деп аталады қант ұнтағын саласыздар. Бәрін салып болғаннан кейін жақсылап тұрып араластырып илейміз. Нан секілді илейміз. Сүзбеміз осындай жұмсақ болу керек. Дайын болған сүзбемізді орап, холодильникке 15-20 минутқа салып қоямыз. Одан кейін 15-20 минуттан кейін алып, 4 бөлшекке бөліп, домалақ қып, нан секілді жайып, астына ұн себуді ұмыт кетпеңіздер, себебі сүзбеміз жабысып қалатын болады. Жайып болған сүзбемізді, рогаликіміздің тестасын. Жайып болған тестамызды бірнеше бөлшекке бөлеміз. 12-10 бөлшекке бөлсеңіздер болады. Одан кейін рогаликімізді ораймыз. Орап болған рогаликилерімізді осылай қантқа аунатып аламыз. Жақсылап аунатып алыңыздар, себебі шықпай қалуы мүмкін. Осындай 4 бөлшектен бірнеше рогаликіміз дайын болды. 180-200 градустағы қызып тұрған духовкаға салып,
15 минут пісіріп аламыз. Осымен рогаликіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, қолдау көрсетулеріңізді күтемін. Рахмет сіздерге.